Полицейлер қоғамдық қауіпсіздікті толық қамтамасыз етіп, құқық бұзушылықтардың алдын алу мен қылмыскерлерді анықтау үшін тың жобаларды қолданып келеді. Қала аумағында ағымдағы жылдың басынан бастап қосымша 336 бейнебақылау камералары орнатылған. Бейнебақылау камералары арқылы жолдағы көліктің нөмірі мен жүргізушінің белбеу таққан-тақпағанын анық көруге болады. Әр аумақтық полиция пунктінде 9-дан 30-ға дейін камера бөлінген. Оларға түскен бейнежазба 30 тәулік бойы сақталады. Енгізілген жаңашылдық солтүстік қазақстандық полицейлердің жұмысын біршама жеңілдетті. Енді бұл бейнекамералар қоғамдық орындарлары, ол ең бірінші көше қиылыстарында орнатылған, кез келген парктың жанында, мектептердің жанында, адамдардың көп болатын жерінде осы камералар орнатылған. Ең бірінші осы камералардың көмегімен біз адамдардың қауіпсіздігін бақылауға аламыз. Камералар қаладағы барлық 13 полиция бекеттеріне қосылған. Енді құқық қорғау органдарының қызметкерлері адамдар көп жүретін жерлерді, көше қиылыстары мен аулаларды араламастан жұмыс орнынан қадағалай алады. Бейнекамераларды орнату жұмыстарын Транстелеком акционерлік қауымдастығы жүргізген. Мы установили камеры. Транстелеком акционерлік қоғамы Петропавл қаласында 336 бейне камералар орнатты. Камералар арқылы көптеген көшелерді бақылауға ұстауға болады. Транстелеком акционерлік қоғамы басқа да қалаларда осындай камераларды орнатқан. Мысалы, Қазақстан темір жол акционерлік қоғамы Қазақстан бойынша 17 вокзалы бар. Оларда біздің көмегімізбен 1700-ге жуық камераларды орнатқан. Петропавлдағы нөмір 1 учаскелік полиция пунктінде 22470 тұрғын тіркелген. Учаскелік инспекторлар 128 көп қабатты үйлер мен 1000 жарымнан артық жер үйлерді өз бақылауында ұстайды. Нөмір 1 учаскелік полиция пунктінің аға инспекторы Сейілбек Елжасов жаңа жылдан көшедегі көріністі камерамен көріп, қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Оның аумағына 33 қондырғы қосылған. Камералар, видео камералар біздің участокте орналасқанына өте жақсы, себебі осы камералар арқылы біз өзіміздің әкімшілік участокте болып жатқан барлық қылмыстар, әкімшілік бұзушылықтарды біз қадағалап қарап отырамыз. Мысалға келтірсек, осы жылдың басында Есен деген дүкенде қарақшылық қылмыс болды. Соны осы біз орнатылған бейне камералар арқылы сол қылмыскерді ұстап, сол қылмыс ашылды. Бүгінгі күні Петропавл қаласының ішкі істер басқармасының жедел басқару орталығында 410 сыртқы бейнебақылау камералары іске қосылған. 2017 жылы олардың көмегімен 400-ден артық қылмыс ашылған. Жыл басынан 300-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталған. Әйгерім Дүйсекина ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген.